Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шағымыздағыдай өте дәмді сұлы печеньесінің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қант, сұлы, тұз және мейізді блендермен жақсылап ұсақтаймыз. Массамыз осындай ұн сияқты болды. Жұмсақ сары маймен балды жақсылап араластырамыз. Ұсақталған массаны ұн, қопсытқыш және ванилин қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Даршын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ыстық су қосып, қамыр илейміз. Қамырды 16 тең бөлікке бөліп аламыз да, грек жаңғағынан кішкене үлкенде болатын дөңгелектер жасап, пергамент қағазының үстіне қоямыз. Үстінен кішкене бастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 13-15 минуттай печеньеларымыз дайын болғанша пісіреміз. Печеньелер осындай әдемі және дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоға лайк қойып, комментарий жаза кетіңіздер. Өте қатты қуанатын боламын. Менің каналыма жазылып, колокольчикті баса кетіңіз. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.